Сәлем достар, бүгін 20 сұрақтан 30 сұраққа дейін айтатын боламыз. Пайғамбарымыздың сүт бауырлары кімдер? Шайма, Умайса, Абдулла. Пайғамбарымыздың немере ағалары кімдер? Хамза, Аббас, Абу Талиб, Харис, Абу Лахаб, Зубайр, Хажыл, Дирар және Мухайюм. Пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлемі болсын қанша жасында үйленді? 25 жасында. Пайғамбарымыз алғашқы әйелі кім? Хадиша бин Хуайлид. Пайғамбарымыздың өз балалары кімдер? Ибрахим, Қасым, Абдулла, Зейнеп, Рухия, Умма Күлсім, Фатима. Пайғамбарымыздың немерелері кімдер? Хасан мен Хусейн. Пайғамбарымыздың Алланың игілігімен сәлемі болсын меккелік кезеңі қанша жыл болды? 13 жыл. Алланың соңғы елшісіне қанша жасында пайғамбарлық берілді? 40 жасында. Пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлемі болсын алғашқы уахи қай жерде келді? Хира үңгірінде. Пайғамбарымыз пайғамбарлық міндетін қанша жыл бойы атқарды? 23 жыл.